Дәл осы тақырыпты одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы өнеркәсіп және құрылыс министрлігіндегі өнеркәсіп комитетінің төрағасы Азамат Панбаев. Азамат мырза, кеш жарық студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш, баршаңызға. Мына мемлекет басшысы атап өткендей, Қазақстанға жаһандық әсіресе өңірлік нарықта табысты, бәсекеге қабілетті, қуатты әрі технологиялық тұрғыдан прогрессивті өнеркәсіп қажет. Бұл президенттің сөзі. Білуімізше, биыл осыған қатысты ауқымды жобалар қолға алынбақ екен. Соларға тоқталып өтсеңіз. Жалпы былтыр елімізде 180-ге жуық жоба іске асырылған болатын. Олардың жалпы құны 1,3 триллион теңгені құрап, 14 мыңға жуық жұмыс орны құрылды деп біз былтырғы жылда нақтыладық. Енді биылғы жылға келетін болсақ, одан да ауқымды жобалар және олардың саны бойынша көбірек жобалар жоспарланған. Биылға 190 жобаны жоспарлап отырмыз. Олардың жалпы сомасы 1,5 триллион теңгені құрайтын болады. 23 мыңға жуық жұмыс орны құрылады деп күтудеміз. Енді ол қандай жобалар деп сұрақ туады. Қай бағытта, қай салада деп. Ең біріншіден ол 190-ның 35-і машина жасау саласында. Бұрын байқасақ, көбінесе жер қойнауын пайдалану және кен өндіруге байланысты жобалар қарқынды дамыған болса, қазір осы 35 жоба машина жасау саласында, 33 жоба тамақ өнеркәсібі саласында, 29 жоба құрылыс материалдарын өндіру саласында, 25-ке жуық жоба одан да басқа ұсақтау салаларда. Енді оның ішінде негізгі жобаларға тоқталып өтейін. Мынау бізде металл өңдеу мәселесі біздің бақылауымызда. Қазір үкімет тарапынан, парламент тарапынан заңдар қабылданып, металл өңдеуді қолға алып жатырмыз. Қазақстанның ішінде металл өңдеушілерге сол металлды сатып алуға 5%-ға дейінгі жеңілдік беріледі. Яғни өзінің құнынан 5% арзандау сатып алуға болады. Сол металды. Сөйтіп, сол металды өңдеу арқылы қазір жаңа өнімдер алюминий радиаторларын өндіру бойынша Қарағанды облысында Силуменов Қазақстан деген жоба іске асырылайын деп жатыр. Оның құны 20 миллиардқа жуық. Одан бөлек құбыр өндіру, мысалы, жалпы инфрақұрылымды модернизациялау кешенді жоспарының шеңберінде құбыр өндіру жобасы бар. 250 мың тоннаға темірден жасалған құбырларды Саран қаласында өндіру жоспарлап отырмыз. Одан бөлек мынау екі автокөлік зауыты да биыл қосылатын болады. Өздеріңіз естіп жүрген болсаңыздар, Қостанайдағы Kia зауыты, оның жалпы құны 70 мың дана көлік шығаратын болады. Құны 90 миллиард теңгеден асады, ол тікелей шетелдік инвестициялар. Алматыдағы Қытай автокөліктерін өндіру бойынша, енді қазір Қытай автопромы қарқынды дамып жатыр, білесіздер, барлық жерде сұранысқа ие. Сол зауыттың іске асырылу осы мамыр айында жоспарланған. Ол 90 мыңға дейін автокөлік өндіру көздейді. Енді одан бөлек, мысалы, мынау қарапайым затты алатын болсақ, алюминийден жасалған банкалар бар ғой, өзіміздің күнделікті түрлі сусындар. Сусынның ыдысы ғой, айналып. Соны біз қазір Шымкентте өндірісі бар, 1 миллиардқа жуық алюминий банкасын шығарады. Соны биыл ұлғайтып 2 миллиард алюминий банкасын шығарып, жаңағы Ресейге, көршілес жатқан барлық елдерге жеткізу жоспарымызда бар. Азамат мырза, кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда. Мынандай сұрақ туындап отыр. Мінекей бізде жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, алюминийден жаңағы радиатор жасайтын зауыт іске қосылады деп. Ол алюминийді қайдан алады? Өзіміздің қазақстандық алюминий бола ма, әлде сырттан әкеліне ма? Мысал келтірейін, мысалы Қазақстанда 250 мыңнан астам алюминий өндіріледі. 250 мың тонна алюминий жылына өндіріледі. Осыдан 3 жыл бұрынғы уақыт алатын болсақ, сол 250 мыңның 20 мыңын ғана өңдеп, содан бір тауар, дайын өнім шығарғанбыз. Былтыр біз 50 мың тоннасын өңдедік. 50 мың тонна алюминий өңдеп, содан дайын зат шықты. Биылғы меже 70 мың тонна. Өстіп біртіндеп 29 жылға дейін 250-дің сол 160 мың тоннасын елде өңдеп, содан дайын өнім шығару. Сол үшін жаңағы заңмен бекітілген 5%-дық жеңілдік бар. Егер кез келген кәсіпкер келіп, мен мына металды өңдеймін, маған осының беріңдер десе, біз жаңағы келісім шарт жасап, үш тараптан алюминий сатушы, алушы және біздің министрлік осындай жағдай жасап береміз.
нарықтағы бағасынан 5% төменірек енді алу металдың мүмкін. бағасы лондондық биржаның бағасымен есептеледі, сол лондондық биржадан 5% төмен. Мысалы Ол да- осындай шара бар. Иә, ол да жақсы екен, иә. Негізі шара. Мына енді көп жыл бойы ел экономикасы шикізатқа тәуелді болып келді. Қазір мінекей сіздің сөзіңізден байқап отырмыз, өңдеу өнеркәсібі, жалпы өнеркәсіпке көңіл бөлініп келе жатыр. Солай емес пе? Солай, енді елдің экономикасының құрылымын сипаттайтын жалпы ішкі өнім ғой. Бұрын 2019 жылды алатын болсақ, жалпы ішкі өнімдегі өңдеу өнеркәсібінің үлесі 11%-дан аспайтын, 10%-ның төңірегінде жүреді. Және де кен өндірісі ол кезде басымырақ болатын. 14,5-15%-ға жуық болады. Қазір енді құрылымын қарайтын болсақ, кен өндіру түсті да, оның мысалы өңдеу өнеркәсібі 12%-ға көтеріліп, кен өндіру 11%-ға түсіп қалды. Яғни өңдеу өнеркәсібінің үлесі ішкі өнімдік жоғарылады деп айтсақ болады. Былтырғы көрсеткішті алатын болсам, 5-9%-ға өңдеу өнеркәсібі өсім көрсетті. Ол соңғы 10 жылда болған енді рекордтық көрсеткіш деп айтсам да болады. Негізгі өсім металлургия есебінен, мына білесіз, Кармет кәсіпорны қазір жаңғыртылып жатыр, отандық инвестор келіп, сол жерде модернизация жүргізіліп жатыр. Сол жерде негізгі өсім болды. Мыс өңдеуде негізгі өсім болды. Одан бөлек мынау темір жол машина жасау саласы. Сол жақта жақсы өсім болды. Жақсы, Азамат мырза, эфиріміздің уақыт шектеулі. Соңғы сұрақ. Енді бұның бәрі үлкен қаражатты талап етеді. Біз отандық өнім дейміз. Ал отандық инвесторлар осы жобаларға қатыса ма? Әрине, бұл мысалы біз айтқан жаңағы 190 жобаның бәрі шетелдік инвесторлар емес. Отандық инвесторлар бар, өзін-өзі жасаған, Қазақстанда машықтанған деп айтайықшы, кәсіпкерлер өте көп. Біз сол кәсіпкерлердің тізімін жасап алғанбыз өзімізге. 200-ден астам нақты осы өнеркәсіп саласында жұмыс істейтін отандық кәсіпкерлер бар. Солармен тығыз жұмыс жасаймыз. Оларға не керек? Ең біріншіден инфрақұрылым керек және жаңағы жеңілдетілген пайыздық ақша керек. Сол бойынша жаңағы инфрақұрылым мәселесін әкімшіліктермен бірге жасап жатырмыз. Бизнес жол картасы деген бағдарлама есебінен жеткізіп. Ал қаржыландыру бәйтеректің тарапынан жеңілдетілген 9%, 11% кей жобаларға осындай қаржыландыру есебінен жасалып жатыр. Жақсы, түсінікті. Мемлекет тарапынан қолдау бар, яғни инвесторларды жұмыс істеуге дайын деп отырсыз ғой. Инвесторларды дайын. Жақсы, Азамат мырза, студиямызға келіп жауап бергеніңізге рахмет. Сұрақтарымызға аман болыңыз, істеріңізге сәттілік тілейік.